Сәлем достар, бүгін біз сіздерменен балалардың сүйіп жейтін тәттілерінің бірі барниді дайындайтын боламыз. Үй жағдайында барни өте оңай жасалады, ал ең бастысы ешқандай қоспасыз және химиясыз. Басты құрал бізге осындай силиконды форма керек болады. Сіздер мұны кондитерлік дүкеннен ала аласыздар. Құрғақ ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Ванильді шекерді саламыз. Күнбағыс майын құямыз. Және де сүтті құямыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, електен өткізіп ұнды саламыз. Ұнға қамыр қопсытқышты алдын ала салып араластырып алғаныңыз жөн. Қамыр осындай болуы тиіс. Барнидің кейін тұмсығын, аяқ қолын қоңырайтып жасау үшін біз деген 1-2 ас қасық қамырдан салып, оны какаомен араластырып қоямыз. Кейін 2 түрді қамырды бөлек-бөлек кондитерлік қапшыққа салып, алдымен қоңыр қамырменен аяқтарын, қолдарын, тұмсығын салып шығамыз. Кейін дәл солай ақ қамырды да формаға толтырып, видеодағыдай етіп салып шығамыз. Форманы өте қатты толтырмағандарыңыз жақсы. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 10-15 минутта пісіріп аламыз. Барни қонжықтары сіздің балаңызға ұнайтыны сөзсіз. Осы видео сізге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Асыңыз дәмді болсын.